Қыздар, Instagram бойынша екінші тапсырманы бастаймыз. Ол үшін біздің тақырып визуал деген не? Яғни осы жердегі сіздің табысыңыз туралы, өнім туралы және өзіңіз туралы посттар болу керек. Міне, өзім, өнім және бизнес туралы. Өнім, бизнес, жаңағыдай осылай чередовать етіп, әр үш лентаны осылай толтыру керексіз. Команда өзіңіз туралы, өнім туралы. Көрдіңіз бе? Команда, өнім, өзіңіз туралы. Команда, өнім, өзіңіз туралы. Осылай чередовать етіп толтыратын боласыздар. Идея қайдан келеді десеңіздер, осылай табасыздар. Міне, Yodim Club'ты салғам. Ал артында отзыв бар. Ал енді тағы да көрейік мына жерде. Yodim Club'ты салғанмын. Міне, тағы Yodim Club'ты салғам, артынша мынандай нәрселер. Көрдіңіз бе? Адам деген вау деп тұрған нәрсеге келеді. Соның бәрін сіздер дайындап үйренесіздер. Сондықтан грамотно жасаймыз. Ал енді мынандай визуалды біз қайдан табамыз? Ол үшін Телеграмға кіреміз. Телеграмға кіретін болсақ, қандай еді? Ау, бесконечные ленты деген нәрсе бар. Осы каналға кіріп аламыз. Ссылкасын қазір жіберемін. Осы каналдың ссылкасын мен копировать етіп алайын өзіме. Қазір чатқа жіберіп қоямын. Қазір ұмытып кетпейтіндей чатқа жіберіп қояйын. Осы жердегі каналда көрдіңіздер ме, қандай визуалдар жасалынып тұр? Өзіңізге ұнағанын таңдап аласыздар. Сосын мына жерде создать канал деген білесіздер ғой, создать канал жасап, лента пост деген мен өзімнің каналым бар. Сол сияқты сіздер де өздеріңізге канал ашып аласыздар жаңадан. Лента пост деген өзімнің каналым. Көрдіңіздер ме, мен өз жерге осылай керегімді сақтап алғам. Міне, басқа. Сіздер де дәл осылай өздеріңізге сақтап аласыздар. Именно осы бесконечный ленты деген жерге немесе басқа канал теретін болсаңыздар, лента деп, сол жерден ұнағанын таңдай аласыздар. Көрдіңіздер мына визуалды дайындап берген сізге. Міне, визуал дайын тұр. Ал енді мынау бірінші пост тұр. Бірінші постыңыз мынау тұр. Осыны скопировать етіп аласыз. Келесі тақырыптарда қалай PicsArt арқылы тема жазу керек, қалай фотоныға рамканы қою керек, оның бәрін сіздерге үйретеміз. Мынау күшті жасалған не екен, визуал екен, мен оны өзіме сақтап аламын қазір. Міне, қалай тұр, солай ретімен сақтап аламыз да, лента пост деген канал аштыңыздар, соған өйтіп көшіріп аласыздар. Міне, көшірілді. Дәл осылай өзіңізге ұнаған пост визуалыңызды сақтап, дайындап қойыңыздар. Ертең керек болады. Фото әрлеп, монтаждаймыз. Посттарыңызды саламыз, үйренеміз. Бүгінгі тақырып просто каналға кіріп, өзіңізге ұнаған постты іздеп тауып, өзіңіздің каналға сақтау тақырыбы. Соны жасаңыздар.